кім келсе біздің жайды содан сұра тек қана, одан асқан шежіре жоқ, одан асқан жоқ қана. Өскелең ұрпақтың домбыраға деген қызығушылық сезімін оятып, дәстүрлі өнерді ұлықтаудағы, ұлттық құндылықтарымызды насихаттаудағы отбасы рөлінің маңыздылығына тоқталып, жастарға ата-бабадан қалған асыл мұра домбыраның қадір-қасиетіне терең бойлауға мүмкіндік беру мақсатында ұйымдастырылып отырған домбыра қазақ халқының асыл қазынасы атты кездесуімізге қош келдіңіздер. Халқымыздың төл өнері жайлы сөз қозғағанда ең алдымен домбыра еске түсетіні белгілі. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Қос-шекті қара домбыраның үнінде ұлы даланың тамыры терең тарих мен сан ғасырлық шежіресі бар. Қазақ өміріне серік болып, қуанышы мен қайғысын қасиетті күңгірмен жеткізе білген осы бір шекті аспап жайлы дерекке назар аударайық. Домбыра халық аспаптарының ішінде кең тараған түрі. Құрылысы бірнеше бөлшектерден тұрады. Басы, құлақтары, пернелер, мойын, шанақ, бет қақпақ, ілгек және шектер. Сондай-ақ оның көптеген қосымша бөлшектері 3 түрлі тиегі болады. 8-9 пернелі жыр домбырасы, 14-15 пернелі күй домбырасының ұзын саны 20-дан асады. Домбыра тартуда қағыстарына қарай сермеп ойнау, іліп қағу, шертіп ойнау секілді түрлерге бөлінеді. Домбыра дыбыс өткізгіштігі жоғары қарағай, дыбыс жаңғыру қасиеті бар тұт, қатты жынысты үйеңкі, емен секілді киелі ағаштардан негізінен 2 түрлі әдіспен құралып немесе ойылып жасалады. Ілгергі аңыздардың бірінде Кетбұға жырау Жошы ханның өлімін Шыңғыс ханға домбырамен ескерткенде әке қаһары қорғасын болып құйылыптымыз. Содан бері қасиетті аспап, қос шекті сипат алған деседі. 4000 жылдық тарихы бар домбыра шекті аспаптардың арғы атасы болып табылады. Қазақ халқының қос шекке қол артқалы бері сан ғасыр өтті. Алмағайып заманның мұң шері, қуаныш қайғысы қатар өрбіген күй мен ән тарихты жазды. Талай таланттарды тарих сахнасына шығарды. Жайлаудың мамыржай, шуақты күндері халқымыздың ойын, той жиында тілекші, қаупін қарауыл күзеткен айлы түндерде қорғаны болды. Ел жадынан бір сәтке шығармаған, жан серігін айналған домбыра, Қадыр Мырзалидың тілімен айтқанда, нағыз қазақтың асыл қазынасы, даламның үні. Тәрбие тал бесіктен демейме адам қазақ. Ұлтымыздың ұлы өнерінің ұрпағының бойына сіңіруді қарызы көрген халықпыз. Рухани адамгершілікке тәрбиелеу тек білім берумен ғана шектеліп қоймайды. Баланың сезіміне әсер ету арқылы оның ішкі жан дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани адамгершілік қасиеттері қалыптасады. Қазақтың ән күй өнерімен сусындап өскен баланың бойында адалдық, тазалық, сенімділік, өзіне деген құрметі болады. Осындай ниетпен ұлттық құндылықтарды отбасылық құндылықтармен ұштастыра біліп, ұлтжандылықты ұл-қыздарымыздың бойынан көрсетіп жүрген ата-аналарымыз да қонаққа келіп отыр. Олар төл өнерлерін балалары мен немерелерінің бойына насихаттап, сосы домбыраның рөлі маңызы қандай деп ойлаймыз. Осыған да өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Шақырғандарыңызға өте көп рахмет айтамын. Домбыраның біздің жанұямызда домбыра негізінен хобби деп айтады. Семьямызда біздер домбыраға балаларымыз қалдасып жүрген мемлекеттік ұстаздардан төрінде жүр. Барлығы келіп домбыра деген қазақ халқының асыл мұрасы. Рахмет айтамын шақырғандарыңызға. Жақсы ендігі жаңа екінші сұрағым қазіргі ғылыми техниканың дамыған заманында домбыраның бала тәрбиесіндегі маңыздылығы, рөлі жайында не айтасыз? Домбыра деген қазақтың қара домбырасы. Менің қызым осы музыканың мектебін бітіргенбіз. Қызында күйден жақсы біліп шықты. Домбыра қазағымыздың қазақ балаларымызға үлкен тәрбие береді. Менің жаңа бітірген қызымда дәл соны ұсынып ұстап
де бастығы жоқ. Сол жастар керек деп ойлаймын. Яғни бәрімізді қой нәрселер өзгеріп. Енді мақұлдарыңызда доғыраны көріп отырмыз. Бізге құрылыс келмеген шығарсыз, нақтали сұрайық сіздерден. Аудиоин қазақ жоқ дейді, ортаға шақырамыз сіздерді. осындай отбасында көрген тәрбиенің арқасында өнерлі ата-аналарының, насихатшыларының қолдауыменен көптеген жарыстарда, жүлделі орындарға ие болып жүрген өнер мектебінің жанат тобының дәстүрлі ән жеткіншектері, Қобда қазақ орта мектебінің оқушылары келіп отыр. Бұл оқушылар кеше ғана осы республикалық байқауға барып, Атамұратты байқауға барып, жүлделі орындардың қанжығаларына байлап, гран-приді жеңіп алып, Турцияға жолдама алып келген жайлары. Ал енді сіздердің өнерлеріңіз тамашалауға ортаға шақырайық балалар. Келіңіздер.
barma, bensiz bo'lsan, til barma, tilsiz yerga bo'lama, tildan barda. Dombiraning qushi bo'l, ko'pinki barda. Haqiqatlar va qara o'limni qilagani Dili bilik bo'lsa da, tili bilik bo'lsa da, Қазақтың төл өнерін бағалап, балаларына насихаттап жүрген біздің ортамызда отбасылар келіп отыр. Міне бұлар жаңағы Евгений Васильевич және Юрий Николаевич, сонымен қоса мектебіміздің жас маманы, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қадиров Илана Сұлтанқызы. Ендігі назар өздеріңізде, сіздер балаларымызды, жалпы ауыздан балаларымыздың барлығын қазақ мектебіне беріп, қазақша тәрбиелеп, қазақша сусындатып жатырсыз. Соның не болса, мына қазақтың төл өнерін де насихаттап, балаларыңызға осы домбыраны үйретуді қолдаған екенсіздер. Жалпы осы өнерді қолдауға, домбыраға беруге балаларыңызды, қазақтың өнерін насихаттауға қандай себептер болды, не себепші болды? Міне осы жайында әңгімеде өзіңіз жаңағы сұхбатыңызды айтсаңыз. Саламатсыздар ата-аналар. Осындай оқы халқы бар Қазақстан әрдайым әрине өнері де, өзі де дами береді деген ойдамыз. Енді келесі осы жерде Милана Сұлтанқызы, Насырым сені өзіңізге алады. Енді сіз қазіргі кезде қазақтың тілінде дамытып жүрген, қазақ үшін барынша қолдап жүрген, қазақтың өнері болсын, басқа жағынан да дін дәстүр жағында қолдап жүргендердің бірісіз. Жалпы енді домбыра шетелінде өнеріңіз бар екен. Бүгінгі кешімізге қандай сыймен келдіңіз? Қайырлы күн баршаңызға, бүгінгі мерекелік шараңызға қош келдіңіздер. Мен орындайтын Аркүн Желібаевтың күйі өлкесінде қабыл
отбасы, бұл отбасы домбыраменен аты шықса, екінші бір отбасы бар, бұл кісі жаңағы Мусин Қайырбек деген осы біздің жерлесіміз бар екен. Бұл кісі домбыра жасаудың шебері. Біз біріміз білсек біріміз біле бермейміз. Ауданымызда осындай домбыра жасайтын шеберлер де бар екен. Міне осы философияның дайындаған жобасына назар аударайық. Домбыраның үнімен балаларымды өнерге бауладым. Қазыналы қартымыз Жұмағазы Ақсақал өзінің отбасының өнерге келуін домбыра үнімен байланыстырады. Домбырамен бүкіл әлемді тәрбиелеуге болады. Домбыра әрбір қазақтың төрінде тұру керек. Сондықтан бұл біздің қасиетті мұрамыз, ата-бабамыздан қалған мұра. Бұрынғы ата-бабаларымыз бүкіл мұң зарын, халықтың пікірін, елдің пікірін осы домбырамен жеткізген. Сондықтан домбыраны біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Біз баланы тәрбиелеуде осы ұлттық дәстүрімізді сақтап, әр уақытта да қалдырмауымыз керек. Мына ұлттық дәстүрімізде домбыраның орны өте ерекше. Баланы осы музыкаменен, соның ішінде біздің ұлттық неміз домбырамен тәрбиелеуіміз керек. Әл-Фарабидің сөзі бар: тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас-дұшпаны деп. Сондықтан әуелі бірінші тәрбие жүру керек. Соның ішінде біздің ұлттық дәстүрімізге сай, ұлттық салтымызға сай дәстүрмен үйрету керек. Менің отбасымда негізі өзі 6 балам бар, 2 қыз, 4 ер бала. Біздерді жаңа өнерлі отбасы деп атайды. Біздер өнерге қатыстық, жаңа өнерлі отбасы мейрамына де байқауына да қатысып жүлделі орындарға ие болдық. Енді менің балдарым бәрі қазір өнерге жақын. Себебі мен әуелден осы домбырамен өлең айтып, домбырамен күй тартып, сол балдарға соны құлағына сіңірдім. Соның нәтижесі шығар, балдарым бәрі өнерге жақын болды. Мысалы, ең үлкен балам, ол Еркін, ол енді осы облыс көлемінде, тіпті республика көлемінде десе де болады, белгілі әуесқой композитор, әрі ақын, әрі әнші, домбыраны өте жақсы тартады. Осы жақында ғана соның осы Қабды ауданында шығармашылық кеші өтті. Оған республиканың белді әншілері келіп қатысып, Еркіннің өлеңдерін айтып, осы көпшілікті тәнті етті. Одан кейінгі қызым Қырмызы да домбыраны тартады, өлең айтады. Ол да көпке дейін сахнадан түспей жүрді. Одан кейінгі балам Ерлан осы неде музыкаға жақсы, әнді өте жақсы айтады. Мәдениет саласында, мәдениет үйінде режиссер, әнші болып жұмыс жасайды. Енді кенже балам, Ерболат деген балам, ол енді дипломы бар музыкант. Ақтөбенің пединститутының музыка бөлімін бітірді, кәдімгі дипломды музыкант. Ол әнші, ол қазір уақытта Ақтөбеде тұрады. Ол өзінің жеке дыбыс жазатын студиясы бар, аранжировка дейді ғой, сол қазір сонымен айналысып жатыр, ол да музыкант. Жалпы қазақ халқында өнер деген ол адамды тәрбиелейді деп айтып отырмын. Сондықтан мен өзі отбасында да, дастархан басында да балдарыма сол өнерді дәріптеуді, ұлттық дәстүрімізді жоғалтпауды немерелеріме үнемі айтып отырам. Мен немерем де әнші Еркебұлан деген. Ол да өте әнді жақсы айтады. Ол енді жоғарғы оқуын бітіріп, қазір жұмыс жасап жүр. Одан кейін немерелерім де әнге жақын. Жалпы музыка әлемді қаталдықтан құтқарады дейді. Сондықтан музыка жүрген жерде адам мейірімді болады, адам өмірді жақсы түсінеді. Сондықтан бәріміз де осы өзіміздің ұлттық дәстүрімізбенен, ұлттық салт дәстүрімізді әсіресе музыка, домбыраменен тәрбиелеуіміз керек. Сонда ғана біздерден жақсы өнерлі адамдар шығады, мейірімді адамдар шығады. Баланы тәрбиелеу деген сөз осыдан басталу керек деп ойлаймын. Осы дәстүрді біздің отбасымыз түгел жалғастырып келе жатыр. Жанымда жүр жақсы адам. Мектебіміздің ата-анасы Қайырбек Орынбасарұлы, оның саусағынан өнер дамған шебер. Оның қолынан шыққан домбыралар бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде аса бағалы аспап. Ендеше бұл қабілетінің сыры мен құпиясын өз аузынан естейік. Әскери қатарынан
оянып домбыраға деген қызығушылығым. Сол жақтан домбыра істегендерді көріп, солардың қасына жүріп, содан әскерлік қызмет әскерден келгеннен кейін, ауылға келгеннен кейін сол қолымда ағаш алып, алғашқы домбырамды әскерден келгеннен кейін бастадым. Онда істеген домбырам мына қазіргі мына домбыралардан айырмашылығы, мұнда қалақ құрастырылған. Мен сәтселіне бүтіндей ағаштан оям, ол енді кішкене мынаған қарағанда қиындау. Бүтін ағашты қазған кезде, енді біз ойбіркі дейміз ғой, қашаудың қисық түрі қашаумен ішін бөлек аламыз. Ішін бөлектеп алып болғаннан кейін сыртын тегістейміз. Тек қана барабанын ғана, бөлек қана барабанын қазамыз. Ішін тегістеп, ішін керек-керендікке қазылғаннан кейін сыртын соған сыртқы мүсінін келтіреміз домбыраның. Мүсінін келтіріп алғаннан кейін сыртын бәрін тегістеп, ішкі қабатынан қайтадан жаңағы керек жұқалыққа шейін алып барамыз, ішінен қайталап алып. Содан кейін барып, бетін жабамыз. Астына домбыраның шығу-шық бол қасиеттігін домбыраға мына асты қатты ағаш болса, мысалға қара ағаштан елкін ағаштан, шырш ағашынан жаққан жақсы шығады домбыраның дауысы. Екі жағы бірдей қатты болуға болмайды ағаштың. Бір жағы қатты, бір жағы жұмсақ болу керек дауыс шығу үшін. Осын мойын ағашы қазылады, ол бөлек қазылады. Мына домбыра менікінің айырмашылығында қолданыс айырмашылығында мына басындағы құлағы менде бірге қазылады. Мыналарда құрастырма, мына жерден құрастырылады, мына асты құрастырылады, 7 қанат, 8 бесеу болып. Менде тек қана 2 бөлек болып келеді, мына жерден ғана құрастырылады болды. Айырмашылық. Домбыраның сосын қазіргі көпшілігі білмейді, домбыралардың ішінде мына жерде бұлай белдемше бар. Оны көп ойлайды, мынаның бетінің сынып кетпеу үшін деп. Ол сынып кетпендік емес, домбыраның негізгі мәнісі мынадан кірген ауа, дауыс, дыбыс дейміз ғой. Дыбыс кірген дыбыс мынаған ұрлатса, былай қарай айналады. Мынаумен айналып былай кеткен кезде тіке шығып кетпеу үшін мына жерде перегородок бар, көлденең. Соған тіреліп барып, мынаған ұрып, мына төменге. Сонда барып шыққанда домбыраның дауысы өзгереді. Мына жерде перегородок болмаса, мынадан кірген дауыс былай келеді де, мынаны жағалап шығып кетеді де, дауысы өзгешілігі. Дауысы өзгешілігі содан. Мына ортадағы перегородок соған қойылады 5 мм. Мен осы уақытқа шейін істеген домбыраларымды, бірінші Хабда музейінде тұр. Ояққа сұраныс берілді, сонда істедім. Онда істеген домбырам Жамбылдың домбырасы дейді, 4 қырлы. Жамбылдың домбырасын істедім. Музейде тұр. Одан бергерекке біраз 20-ның үстінде домбыра істеген шығармын. Енді санын анақты айта алмаймын. Мен домбырамды істеп жатқан кезде сауда салып кетеді ғой, келіп тума туысын бар, жора жолдасын бар, солар атап алып кетеді. Ешқайсысын жаңағыдай бір баға қойып сатқан емеспін. Бұл менің өзім қызығушылығымен содан істегеннен кейін мен бағаламаймын. Бір домбырам әскери жолдастарым бар сол уақыттағы. Сояққа кетті, Оралға кетті, мысалға Алға ауданда да бар бір домбырам. Енді есімде қалған жерлер әлі хабарласып тұратындар. Алматының бір жағына қарай кетті бір домбырам. Оралда деп отырмын, Хабдада да істеген домбыралар бар еді, енді олар қазір уже істен де шыққан шығар. Ертеректі басында істеген домбыраларым. Қазақтың ұлттық аспабын істеймін деген жасөспірімдер, келе жатқан болашақ мамандар, үйренеміз десеңіздер, ешқандай көп қиындығы жоқ. Істеймін деген адам жете алады. Бұл домбыралардың ішіндегі қолдан істелгесін бұл сұранысы жоғары. Сұраныс жоғары болатын себебі бұның өз пішініңді, керек пішінді ой аласыз. Жамбылдың 4 қырлысын шығарсаңыз да, Абайдың домбырасын жасасаңыз да, ол өз қолыңыздың фантазияңызға байланысты істеуге болады. Жырын жырлаған, қайғысын да толғаған, домбырасыз ешқашан жүрекке ен болмаған дегендей, халықтың бірде-бір мейрамы домбырасы өтпеген. Небір арқалы ақындарымыздан осы аспаптың әуеніне сүйене отырып, шабытына шарық қосқан. Айтыстың да терминінде осы домбыраның сүйемелденуімен орындалатыны белгілі. Бұл да болса домбыраның қасиетін белгісі іспетті. Енді ортамызға мектебіміздің айтыскер ақындарын шақырайық. Осы домбырамен тек қана күй ғана тартпаймыз, ән ғана айтпаймыз, айтысты да домбырамен орындайтынымыздың бір дәлелі болсын.
тарихты домбыраның үнеді яй. Армысыздар жиналған домбыра сүйер ағайын, алдыменен сіздермен амандасып алайын. Домбыра асыл қазынам, тақырып қой бүгінгі, не айтасың құрбым-ау, тыңдайыншы үніңді яй.
Сұраныс келіп жатыр, жасқанат деген оқушымыздың бір атасы, мен де балаларға өз өнерімді көрсетсем екен, осы жерде мені шақырсаңыз екен деген сұраныс келіп отыр. Ал сізді ортаға шақырайық. Домбырадан таралған тәрбие білімнің қайнар бұлағына, сарқылмас қазынасына, қазақы жаратылысына айналып, ұлттық өнерді ұлықтауына өз үлесін қосып келе жатқан үрдіс. Осындай үрдісті жалғастырып, киелі өнерді шәкірт бойына дарытып жүрген ұстаздарымыз да бар.
ортамызда өнер саласында 35 жыл, Қобда аудандық балалар өнер мектебінде 20 жыл бойына қызмет етіп, қазіргі таңда осы мектептің директоры Марат Жақсылыұлы және де осы Қобда қазақ орта мектебінен түлепші, өзінің жаңағы өнерінен орын тапқан мектептің түлектері келіп отыр. Бұл Ботагөз Кенжеғалиқызы, Жанболат Мұхамедқалиұлы және комитетімізі. Енді сөз кезегі өздеріңізде, ал Марат Жақсылыұлы өзіңізден бастайын. Жас ұрпақты бойына ұлттық құндылықтарды қалыптастыруда осы қазіргі заманда өнердің рөлі қаншалықты зор деп ойлайсыз? Осы жайында өзіңіздің ой пікіріңізді бөліссеңіз. Осы қазақ мектебінен оқып жүрген 100-ден астам оқушылар бар. Соның ішінде 20-дан астам бала домбыра класында оқиды екен. Осы қазақ мектебінде оқып жүрген балалардың ішінде. Қазір жаңа кеше ғана Түркістан қаласынан бас жүлде алып келіп жатқан Жанат Тоғұлы бізде дәстүрлі ән класының оқушылары. Осылай балдарымыз биік шыңдарға жетіп жүргендеріне қуанамыз. Бізді босқа жүрмей осы аспаптарымызды насихаттап үйретіп балдардың ойына сіңіріп отырғанымыз бар. Талай жетістіктерге жете беріңіз, тілектеспіз. Енді ортамызда түлектер өздеріңізге жалпы енді қазір осы мектепті бітіріп барлығымызда өз өмір жолымызды табамыз. Сіздер өз жолдарыңызды өнерде тапқан екенсіздер. Осы жалпы өнер жолына келуге белгілі бір қайраткерді немесе бір ұстаздарыңызды әлде отбасыларыңызға ықпалы тиді ме? Жалпы өнер саласына негізі мен отбасымда өнерлі болған жоқ та, бірақ бір ұстазыма қарап өзім Самира Нұршықызы деген қолымыздан сабақ беріп, негізі балалар музыка мектебі болып уақытта осы айтып жатыр, қазақ мектебінің түлегі деп, мектепте бір 2 жыл қатысқанмын. Сол апайдың музыкаға деген қызығушылығына, отырысына айтып жатыр, домбыра қазақтың ұлттық аспабы, соған қарап кішіпейілігіне қарап сол апайдың осыған бола келді ау деп өзім ойлаймын. Жалпы осы музыкаға өзімнің жанұямның қазіргіден қызым қатысты осы өнер мектебіне. Ұлым да домбыра класын бітіріп, осы қазақ мектебінің түлектері бар. Қазіргі кезде осы немереміз тәрбиелеп жатыр. Мен бұл кісімен өз өнер жолына қаратқан ұстазы себепші болған екен. Ал Жанболат, сіз не айтасыз? Саламатсыздар ма? Мен аты жөнім Жанболат Мұхамедқалиұлы. Мен осы мектеп түлегімін. 2013 жылы осы мектептен бітіріп Ақтөбе гуманитарлық колледжінің мәдениет және саз бөліміне түскенмін. Сол оқуды жақсы үздік аяқтап, қазіргі таңда
ауданында Қобда аудандық балалар өнер мектебінде вокал класының мұғалімімін. Негізгі ағайын айтып жүр, біздің нағыз қазақ ол домбыра. Яғни әрбір қазақ өзінің балдарына барлық домбыраны үйретпек керек деп ойлаймын. Мысалы, мен өзім жаңағы айтқансыз қайдан өнерге келдіңіздер, өнер жолына келдіңіздер. Өнер жолына негізі кішкентай кезімнен 5 жасынан бастап мен атам деген кішкентай домбырасы болды. Жаңағы қазір балдар 4 жаста келсе, домбыра өзін қиындау тарту. Сол уақытта кішкентай арнаулы домбыра болды. Сол домбырамен әсерлі күй, атама, балбырауын күй тартып, ойнасың өлең. Ал әже Ақсама Градок деген әнді айтып, ән жағада апарған деп ойлаймын. Қалай жарысқанда жүлделі орындар алып келген өте өнерпаз оқушыларымыз да болған кезінде бұл кісі соны еске салып жатыр. Рахмет сізге Жақулар, жалпы сіздің өнерге келуіңізге, жаңағы өз апамыз айтқанда домбыраны құлағын істеп отырып үйреніп, сіздің де жаңа отбасыңыз әсер еткен. Солай болып тұр енді. Рахмет сізге. Енді Жан Кенжеғалиқызы, сіз не айтасыз? Бұл да өз кешіресіз. Менің де өнерге келуіме себепші отбасым. Ата-анам осы домбыраға қатысты деп өздері ағалары ештеңе өздері үйренді. Мені сіңірім деп ойлаймын, сіңірді домбырада. Домбыра қалады. Өнер жолына өзім оқудым. Қазір сол домбыраны үйреніп сондай жетістіктерге жетемін. Соның арқасында қазір маңызды тауып жұмысымызды жасап жатырмыз. Қазіргі таңда Қобда балалар өнер мектебінде домбыра класының мұғалімімін. Оқушыларға домбыраға үйретіп, музыкаға баулып, музыканы түсіне білуге баулып жатырмыз.
сұхбаттар мен сөздердің арқасында өз мақсатына сияқты. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы атты кешімізге келіп, өнегелі өмірлерімізден сыр шерткендерімізге көп рахмет. Ұрпақтарына жолларындай қазақта орамал болмай жол болады деген әдемі бір сөз бар. Біздің мектеп оқушыларына өздерін текті Абылай Бақтығалиұлының мектеп дайындаған сол күндің қабылдауы. Бұл балаларымыздың жас ұрпақты тәрбие жолында талай дәріні шәкірттің талабын шыңдаған, олимпиада, мәдени сайыстарында оқушылар үздікке, мектебіміздің абыройын асқақтатқан шебер ұстаз, кешіміздің қорытындысы ретінде осы бір аузы дуалы ардагер ұстазымыздан бата сұраймын. Әуминде шеңіне бата, барысын қызар ата, қыдырын қияласын, пешті ұяласын, ас берсін, бас берсін, өмірізden жас берсін. Кең пейіл берсін, кетпес тас берсін. Асымызға алыс берсін, басымызға амандық берсін. Дарынды шәкірттеріміз көп болсын, өнерлі болғанымыз. Өнері әрдайым үстем болсын. Қазақ халқының асыл қазынасы домбыра мәңгі жасай берсін. Мектебіміздің мәртебесі артып, абырой асқақтай берсін. Бүгінгі іс-шарамызға қатысушылар, құрметті қонақтарымыз, құрметті ата-аналар, мектеп ұжымы атынан, оқушылар қауымы атынан бүгінгі қонақтарымызға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Және залда отырған ата-аналар, өкілдер, ата-аналар комитеті төрағалары, сіздерде сыныптарыңыздың ата-аналар қауымына осы бүгінгі тақырыпты әрі қарай насихаттап, домбырамыздың үні әр үйде мәңгі болсын деген тілекпен баршаңызға рахмет айтқымыз келеді. Естелік фотоға түсіруге болады.